оныншысы x квадрат қосылған 5x квадрат 5x азайтылған 4 кіші немесе тең 2-ден. Мынаны бізге 0 керек, сондықтан мынаны сол жаққа аударамыз. Сол кезде бізде болады x квадрат қосу 5x минус 4 минус 2 кішіне тең 0-ден болады. Ол бізде болады x квадрат қосылған 5x. Мына екеуі бізде минус 6-ны береді. Енді бұны біз 0-ге теңестіреміз. X квадрат квадраттық теңдеу ғой себебі. Қосылған 5x минус 6 тең 0-ге. 0-ге теңестіріп, бұлардың x-ін мәндерін табуымыз керек. Енді мына жерде қарасақ, мына біріншінің индексі 1, екіншінікі 5 плюс 5 минус 6 тең 0. Барлық қосындысы 0 болып тұрғандықтан бізде x1 тең болады 1-ге, x2 тең болады. С бөлінген аға с бізде минус 6, а бізде 1-ге тең, яғни минус 6-ға тең болады. Сонда бұдан не шығады дейді. Мысалы 1-ге тең болса, онда бірінші жақшамыз бізде x минус 1 болады. X-тің мәні минус 6-ға тең болса, екінші жақшамыз x плюс 6 болады. Яғни мынаның орнына біз былай жазамыз. X минус 1 көбейтілген x плюс 6 кішіне тең 0 дейміз. Сонда осы жерден x минус 1-ді 0-ге теңестіріп, x табамыз. Ол бізде 1-ге тең. X плюс 6 0-ге теңестіреміз да, x тең минус 6-ға. Осы 2 нүкте. Минус 6 бояйымыз, немесе тең деген бар. Минус 6 және 1 деген. Осындай бір 3 аралыққа бөледі екен. Ондай болса, минус 6-дағы, мысалы, минус 7 деген, мына аралықта минус 7 деген санды аламыз. Минус 7, мынаны орнына қоямыз. Минус 1, минус 7 плюс 6. Енді таңбасына қараймыз, бізде қандай таңба шығады? 10 таңба немесе теріс таңба. Мына екен бізде минус 8 болады, минус 8 болады көбейту. Мына бізде минус 1 болады. Минусқа минусты көбейтсен бізде плюс шығады. Яғни плюс 8 болады. Яғни бізде плюс. Енді минус 6 мен 1-дің арасында бізде 0 деген сан бар. 0-ді қойсақ. Мына жерге 0-ді қойсақ минус 1 болады. Мына жерге 0-ді қойсақ плюс 6 болады. Минус 1-ді плюс 6-ға көбейтсек минус болады. Енді мына жерге 2 деген қойсақ. 2-ні қойсақ 2 минус 1. 2 арасы көбейту. 2 қосу 6. Сонда бізде болады 1 көбейту 8. 8 плюс шықты. Бізге керегі 0-ден кіші аралық. 0-ден кіші, яғни мынау аралық керек. Онда есептің жауабы минус 6. Минус 6 кіреді. Минус 6-дан 1-ге дейін аралық. Минус 6-да 1-де кіреді деген сөз. Келесі 11-шісін шығарайық. 11-шісі x квадрат қосылған 3x азайтылған 4 үлкен 6x-тан. Енді мына 6x дегенді біз сол жаққа аударамыз керек. Сонда x квадрат қосылған 3x 6x минус 6x болып барады. Минус 4 үлкен 0-ден болады. Енді мына екеуі бізде нені береді? X квадрат минус 3x болады. Минус 4 үлкен 0-ден. Бұл жерде дискриминантпен таба саламыз. Мынаны x квадрат минус 3x минус 4 тең 0-ге дейміз, дискриминант табамыз. Сөйтіп x-дің мәндерін табамыз.
яғни b квадрат минус 3-тің квадраты 9 минус 4 көбейтілген ac минус 4-ке көбейтеміз. 9 қосу 16. Ол бізде 25. 25 деген 5-тің квадраты. X бір тең. Минус 3 болса 3 азайтыл. 1, 2 дейсілік. Плюс минус 5 бөлінген 2. Сонда мына жерде бізде 3-ке 5 қоссақ 8, 8-ге бөлсек 4. Екіншісі 3-тен 5 алсақ минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсек минус 1. Осында 2 жауап шықты. Онда 2 нүктені белгілей салайық бірдестен. Минус 1 және 4 деген. Осы 3 аралық. Бізде мынандайды береді ғой. 4-ке тең болса, бірінші жақша мынандай болады. X минус 4. Екінші жақша көбейтілген X плюс 1. Үлкен 0-ден. Міне осыны орнына қоямыз. Минус 1-дің алдында минус 2 дегенді қойық. Мына жерге минус 2, минус 4 көбейтілген. Минус 2 плюс 1. Мына жерде бізде минус 6 шығады. Минус 6 көбейтілген минус 1. Минусты минусқа көбейтсек плюс болады. Мынау аралық бізде плюс. Келесіне екеуінің аралығында 1 деген санды аласылайық. Сонда болады 1 минус 4. 1 плюс 1. Мына жерде бізде минус 3 болады. Көбейтілген мына екеуі бізде 2 болады. 2-ні көбейтсе минус 6. Яғни минустан шықты. Енді 4-тен кейін 5 деген санды аласылайық. Сонда 5 азайтылған 4 көбейтілген 5 қосу 1. 5-тен 4 тасақ 1 көбейтілген 6. Яғни бұл жерде бізде 10 таңба шықты. Енді бізге керегі үлкен, я? 0-ден үлкен. 10 таңба. Мынау аралық және мынау аралық. Онда жауабына жазамыз. Жауабы минус шексіздіктен минус 1-ге дейінгі аралық. Және 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі 12-ші есепті шығарайық. Ең соңғысы. 12-шісі. 9x квадрат азайтылған 6x қосылған 1 кіші не тең 0-ден дейді. Бұл жерде бізде дискриминант табасылайық. 9x квадрат минус 6x қосу 1 тең 0-ге деп барып дискриминант табамыз. Бірдестен дискриминант тапқан дұрыс болмайды. Енді дискриминант квадраты b квадрат минус 4 атса. b дегеніміз минус 6. Минус 6-ның квадраты 36. Азайтылған 4 көбейтілген a 9-ға тең. Көбейтілген c 1-ге тең. Тең. Так. Мынау 36 болады. Сонда мынау 0-ге тең болып тұр ғой. Дискриминант 0-ге тең болып тұр. Онда бір ғана жауабы бар. X тең. Ол бізде минус b минус 6. 6 бөлінген 2a дейді. 2-ні a-ға көбейтсек, 2-ні 9-ға көбейтсек 18. Мына екеуін қысқартамыз. 3-ке қысқартсақ 2. 3-ке қысқартсақ 6. Тағы 2-ке қысқартамыз. Сонда 1. 2-ке қысқартсақ 3. 3-тен 1. X тең 3-тен 1-ге. X тең 3-тен 1-ге. Яғни ол деген сөз X минус 3-тен 1 көбейтілген X минус 3-тен 1. Себебі бізде мына жерде квадраттық теңдеу ғой. Бір ғана жауап бар болса, онда екі жақшада да бір ғана жауап жазылады. Бұл кіші не тең 0 дейді.
жақшаны ашып көрейік. X'ке x'ті көбейтсек x квадрат, мынаны көбейтсек минус 3-тен 1x, мынаны көбейтсек минус 3-тен 1x, мынаны көбейтсек плюс 3-тен 1-дің квадраты. Сонда x квадрат минус 2 еселенген 3-тен 1x қосылған 9-дан 1 тең x квадрат минус 3-тен 2x қосу 9-дан 1. Енді егер де барлығын көбейтіп жүрсек 9-ға, онда мынаны 9-ға көбейтсек 9x квадрат, мынаны 9-ға көбейтсек, яғни 9 көбейту 3-тен 2x десек, мынау қысқарады, мына жер 3 болады. Плюс 9 көбейту 9-дан 1 десек, 9x квадрат, мына бізде 2x, 2 мен 3 көбейтіледі, 6 минус 6x болады. Мына екеуі қысқарады, плюс 1 болады. Бұдан дұрыс шықты. Яғни осындай болады бізде. Ендеше онда бізде бір ғана нүкте, бір ғана нүктені белгілейміз. Ол бізде 3-тен 1 деген нүкте. Және оны бояймыз. 3-тен 1. Енді 3-тен 1 деген бізде 2 аралыққа бөліп тұр. Бұл 2 аралықта 3-тен 1 деген ол бізде бүтін, мына жағында мысалы 3-тен 1-дің мына жағында 1 тұр. Мына жағында не тұр? Минус 1 тұр дейік. 1-ден кіші, минус 1-ден үлкен. Сонда орнына қояйық. Мынаны орнына қоямыз. Минус 1-ді қоямыз мына жерге. Минус 1, минус 3-тен 1 көбейтілген минус 1, минус 3-тен 1. Енді мынау бізде болады минус 1/3-тен 1 көбейтілген минус 1/3-тен 1. Квадрат болып тұр енді. Квадрат болса оң таңба болады. Минусты минусқа көбейтсек оң таңба болады. Мына жер оң таңба. Енді жерде 1 деген орнына қоя салайық. Мына жерде 1 минус 3-тен 1 квадраты дей салайықшы. Сонда 1-ден 3-тен 1-ді алсақ, 1 дегенді бітеміз біз. 3-тен 3 азайтылған 3-тен 1 квадраты дейміз. Содан кейін барып, ол деген мынау бізде 3-тен 2 болады. 3-тен 2-ның енді квадраты, әрқайсысын жеке-жеке квадраттаймыз. Сол кезде 9-дан 4 болады. 9-дан 4 ол бізде бәрі квадрат, ол всегда 10 таңбаны береді. Так, 10 таңбаны береді. Мынау да 10 таңбаны беріп тұр, минус 1. Плюс 1 да 10 таңбаны беріп тұр. Квадрат 10 таңбаны береді. Бұл кіші немесе тең 0-ге болатын кез бізде тек қана бір ғана жауап екен, ол 3-тен 1 болған кезде ғана. Себебі бізде кіші керек, немесе 0-ге тең керек. 0-ге тең ол тек 3-тен 1 болғанда. Яғни жауабы бізде 3-тен 1 деген болады.